Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз көп адамды қызықтыратын бір сұраққа жауап береміз. Самолет неге құламайды? Мыңдаған тонна салмағы бар үлкен самолет қалайша әуеде еркін ұшып жүр? Оны мотор көтере ме, әлде басқа бір құпия бар ма? Кеттік, физика арқылы түсіндіріп көрейік. Самолет ұшып бара жатқанда оған 4 негізгі күш әсер етеді. Біріншісі ауырлық күші. Бұл күш самолетті төмен жерге қарай тартады. Екіншісі көтеруші күш. Дәл осы күш самолетті жоғары көтеріп тұрады. Үшіншісі ол бізде тарту күші. Бұл қозғалтқыш арқылы пайда болатын самолетті алға қозғайтын күш. Төртіншісі ауа кедергі күші. Ауа самолеттің қозғалысына қарсы әсер етеді. Егер көтеруші күш ауырлық күшінен аз болса, самолет құлайды. Ал көтеруші күш жеткілікті болса, самолет әуеде қалады. Екінші сұрақ, көтеруші күш қалай пайда болады? Енді ең маңызды сұраққа келейік, көтеруші күш қайдан пайда болады? Барлығы самолет қанатының пішініне байланысты. Самолет қанаты үстіңгі жағы сәл дөңес болып келеді де, ал астыңғы жағы тегіс болады. Самолет алға қарай жылдам ұшқанда ауа қанатының үстімен және астымен өтеді. Қанаттың үстімен өткен ауа жылдамырақ қозғалады, ал астымен өткен ауа баяу қозғалады. Сол себепті көтеруші күш бізде пайда болады. Үшінші балалар, бізде Бернулли заңы. Физикада бір маңызды заң бар, ол Бернулли заңы. Бұл заң былай дейді балалар. Ауа неғұрлым тез қозғалса, оның қысымы соғұрлым аз болады. Яғни, қанаттың үстінде ауа жылдам, ал қысым аз. Қанаттың астында ауа баяу, қысым көп. Осы қысым айырмасы қанатты жоғары қарай итереді. Міне осы күш көтеруші күш деп аталады. Ал балалар, самолетке жылдамдық не үшін қажет? Самолет орнында тұрып ұша алмайды, оған міндетті түрде жылдамдық керек. Сондықтан самолет әуежайда ұзын жолмен жүгіріп, біртіндеп жылдамдық жинайды. Жылдамдық артқан сайын ауа ағыны күшейеді. Көтеруші күш те артады. Белгілі бір жылдамдыққа жеткенде ғана самолет көтеріледі балалар. Бесінші балалар, бізде қозғалтқыштың рөлі. Көп адам ойлайды, самолетті мотор көтереді деп, бірақ бұл қате түсінік. Яғни қозғалтқыш самолетті алға тартады, жылдамдық береді, ал жоғары көтеретін қанат пен ауа ағыны. Егер қозғалтқыш өшсе, самолет бірден құламайды. Ол біраз уақыт қалықтап ұша алады. Алтыншы бөлім, балалар, бізде самолет неге құламай ұшып тұрады? Самолет құламайды, себебі ол үнемі қозғалыста болады. Қанат үсті мен астындағы қысым айырмасын сақталады. Көтеруші күш ауырлық күшін теңестіреді. Ал егер жылдамдық қатты азайса, көтеруші күш кемиді. Самолет төмендей бастайды. Сондықтан пилоттар ұшу кезінде де, қону кезінде де жылдамдықты қатаң бақылайды. Ал балалар, қорытындылай келе, самолет қанатының пішіні ерекше, Бернулли заңы жұмыс істейді, көтеруші күш пайда болады, қозғалтқыш жылдамдықты қамтамасыз етеді. Самолетті әуеде ұстап тұрған мотор емес, физика заңдары. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда тағы да қызықты физикалық құбылыстарды бірге талдайтын боламыз, балалар. Сау болыңыздар.